Ассалаумағалейкум қазақ елі, біз Астана қаласындамыз. Ең бірінші әрине мұсылман ретінде мен мешітке келдім. Қандай мешітке? Астана қаласының бас мешіті. Бұл жерде бір қызық айтайын сіздерге, 5000 адам тоқыған кілемді көру үшін келдім. Ал көрейік. Мына көк үлкен күмбезді көрдіңіздер ма? Сол күмбез 90 метр биіктігі. Ал енді мұнаралары 4 ең үлкен мұнара. Бұл 130 метр, ойлаңыздаршы. Өте зәулім ғимарат, 65 000 шаршы метрді құрайды. Бұл жерде түрік компаниялар салған. Енді Азия мемлекеттерінде ең ірі, ең үлкен, ең сыйымды, ең керемет, ең әдемі, ең бай мешіттердің бірі. Соған келдік. Алматыға келгенде адамдар медеуге келеді ғой. Сол кезде баспалдық санайды, біз де санаймыз. Мысалы 1, 2, 3, 33 десең, 33 білесіңіз. Иса пайғамбардың жасымен салған екен, деп өзіміз тұжырымдап жатырмыз енді. Мынаны қара. Қара. Мынау полный ағаштан жасалған. Сырты міне фатиха. Көрдіңіздер ме? Мынаның бәрі фатиха. Мынаның сырты травертин ғой дейме? Керемет енді. Көрейік па? Қазақша. Тұңғыш президент 2019 жылы 18 наурызда ислам әлемінің аса маңызды орталығының бірі болуға тиіс мешіттің іргетасын қалады. Сонда 3 жыл салды, 22 жылы ашылды, 19 бастады. Машалла. 3 жылда мынандай зәулім мешіт салу деген. Машалла ғой. Мынау алтын емес. Бисмилля. Оң аяқпен кіреміз. Машалла. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Намаз оқитын жер. Бұлай ма? Мына жақта ма? Мына жақта не бар? Мына жақта музей бар, әйелдер. Музей? Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Музей ма? Мына жақта музей бар екен. Кіресіздер, кондиционер істеп тұр. Негізі бір ыңғайсыз жері бар ғой, мешітке негізі аяқ киім шешіп кіресің ғой, мына жерде аяқ киіммен кіріп кеттік қазір. Сонысы бір қызық болып тұр да қазір. Қалай шешеміз? Мына есіктер бар, машалла. Короче, аяқ киімді әже шешеміз. Бисмилля. Аяқ киімдеріңізді сөреге қоюларыңызды сұраймыз. Бізде дәрет бар. Міне, кстати, ең жақсы жері әйел адамдарға орамал қойып қояды. Сразу орамалмен кіресіздер. Бисмилля. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Жақсылар ма? Мынаның ішіне кірсеңіздер де болады екен, салуға аяқ киім, көрдіңіздер ме? Аяқ киім шешесіздер, қолдарыңызды аласыздар, кіріп сөрелерге кіргізесіздер. Мына мешітке бар ғой, қараңыздаршы қандай әдемі. Мынаның бәрі мрамор. Мешітке бір мезетте, мысалы жұма намазы болатын болса, бір мезетте 30 000 адам сияды. Дейді мыс. Енді Алла біледі. Енді барлығы осы жерде намаз оқып тұра қалса, 30 000 адам сияды екен. Сырты ішімен бәрімен. Керемет. Мына алаңқай екен. Енді бұлай сырттан сіздерге көрінбейтін шығар. Бірақ әдемі. Машалла. Егерде жалпы мешіттің қыр-сырын білгіңіз келсе, Google-дан ашсаңыздар, бүкіл мешіттің характеристикасы бар. Қанша күмбезі бар, қанша мұнаралары бар, ол қаншама ақша кетті. Осыны салған түрік компаниялар. Қазақ емес, түрік компаниялар. Мынаның бәрі көрініп тұр, өте қымбат зат екен. Қараңыздаршы. Мына жақта не бар? Мына жақта Құран оқитын зал. Қазақтарға қай бір шетелге барсаң, никогда ешқай жерде Құран оқитын зал жоқ. Именно қазақтарда ғана бар да, отдельно Құран оқитын зал. Әйтпесе мешіт негізі намаз оқитын жер ғой. Келесің, намаз оқисың. Айтпақшы, мешітке келгенде ең бірінші жасалатын амал, ол 2 ракағат сәлем намазы. Тахиятул масжид дейді. Қазір ең бірінші кілем бар жерге барайық. 5000 адам тоқыған кілемге барамыз. Білмеймін, Google ашып қалсаңыз, соны өте бір мақтанышпен айтады. Ол не 5000 адам? Парсылар ма, қай жақта? Иранның. Уқты, эскалатор бар екен. Машалла, кірдік. Кілемге келдік.
Машалла. Кірердің алдында бірінші намаз оқып алайық, сосын көреміз. Намаз оқып алды, Аллаға шүкір. Мына жаққа келгенде бар ғой. Ана Түркияға барған кезде, Стамбулға барасыздар ғой, сол кезде Ая София деген мешіттерге кіріп, намаз оқу үшін емес, бір зәулім сарайдың тамашалау үшін келген сияқты болып. Сонда әсерде болып тұрмын өз басым. Қараңызшы, намаз оқып отқан жоқ, ешкім отырып просто туристер сияқты. Әйел адамдар, еркектер бәрі араласып тұр. Сол жер кішкене бір түрлі екен да. Мен үшін бір түрлі, өйткені мешіт ол намаз оқитын жер ғой. Бірақ мына жақ и намаз оқитын, и туристерге арналған, келіп тамашалайтын жер сияқты болып тұр мен үшін. Мынаның бәрі Алланың 99 есімі екен, қараңыздар. Ең бірінші, ең үстінде Аллах, одан кейін Алланың 99 есімін жазып тастаған. Айтпақшы, хадис айтайын, 99 еске байланысты пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи салам айтады. Кімде-кім Алланың 99 есімін жаттап дейді. Соның мағынасын біліп, соған амал ететін болса, сол Алланың 99 есімімен Алладан көп нәрсе сұрайтын болса дейді, дұға тілеп, Алла тағала ол адамға жәннат береді дейді. Қараңыздаршы, не, пожалуйста, жаттаңыздар Алланың 99 есімін. Міне, люстра көрдіңіздер ме? Мұны күмбезі үлкен 90 метр деп бағана айттым ғой сіздерге. Ал енді мұнан люстраны айта алмаймын енді. Бәленбай тонна шығар. Оның да характеристикалары бар, интернеттен көрсеңіздер болады. Қанша екенін білмеймін. Оқып көріңіздер. Кішкентай балалар жүр. Мұны көбісі мешітке келгенде, ана балаларды артқа қарай алып тастаңдаршы деп айтады ғой. Мен олай істей алмаймын. Балалар мешітке келу керек. Балаларды мешітте ойнату керек. Көрсін, қарашы, ойнап жүр бәрі. Сальто жасап жүр. Ойнасын. Балаларды кішкентай кезінен мешітке деген махаббатты ұялату керек. Мешітке деген, былай айтқан кезде, ішкі бір жан дүниесі мешітпен байланатындай балалар тәрбиелеймін десеңіздер, балаларды жиі мешітке алып келіңіздер. Кім-дегім сіздерге ұрсатын болса, балаларды алып кел, немене алып келесіңдер, ана жаққа жібер десе, мен ол кісілерге демал деймін просто. От себя. Қараңыздаршы, мына қазақ оюлармен, нақыштармен. Уқты, анан қара, үстінде не тұр екен? Кондиционердің несі, тесіктер тұр көрдің ба? Ана үрлейді. Машалла, күш жасаған. Жігіттер намаз оқиын деп жатыр. Ананы көрейік, неден жасаған. Осы 5000 адам тіккен кілем осы. Мынау бір ғой, вообще бөлінбеген сияқты, бәрі адына. Мынаны қалай алып келген екен деп ойлаймын да кейде. Мынаны қара. Машалла, әдемі. Керемет. Ақшаны аямаған енді. Кәдімгі кафель сияқты жалт-жылт еткен тастан жасаған. Керемет. Мына бәрі темір. Мына бәрі кафель. Өте қымбат көрініп тұр. Ана Алланың есімдері, артында подсветкасы бар, көрдіңіздер ме? Артында мынау бәрі шыны ғой. Шынының артында кәдімгі лампочкалар бар екен, байқалады. Қаншама мына проект қой, мықты, Субханалла. Керемет. Осының бәрі ағайын елордамыз, былай айтқан кезде Астана қаласына осындай бір беткұстар мешіттің болуы керек деген мәселемен, керек деген бір мақсатпен салған ғой. Мен өз басым қолдадым, альхамдулилля, жақсы, керемет. Жұма намазында айтып қойын сіздерге. Жұма намазында имам осы мынаны михраб дейді. Тура қыблаға қарап тұрады. Осы жерге имам осы жерде тұрады, бүкіл жамағаттың бәрі артында тұрады. Барлығы имамның алдына үйді. Үйдім имамға деп осы жерде. Сосын ар жақтан былай кіреді имам жұма кезінде. Айналып барады да, мына жерден шығып осы жерде уағыз айтады. Көрдіңіздер ме? Ана асат аяғы тұр. Ал енді жай уақытта уағыз айтам десе, осы жерге отырып уағыз айта береді. Болашақта имам болам ғой деймін бар ғой. Адамдар уағыз айтады. Керемет. Мен өте қуаныштымын. Машалла, осындай бір мешіттің болғанына. Бар жерде камера, таза, иіс керемет, тыныш, халықта мамыражай, сондай керемет күйде жүр. Астанаға келсеңіздер, осы жерге келіңіздерші. Керемет жер. Суретке түсеміз.
сіздерге просто бір қызық болсын деп көрсетіп айтып жатқаным ғой. Алла берекесін берсін.